Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы 1920-1930 жылдарындағы саяси репрессиялар екінші сабақ. Оқушылар, естеріңізде болса, өткен сабақта мен сіздерге айтқам, осы тақырыптың 2 сағатқа берілгенін. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Сталиндік режим не себепті зиялыларға халық жауы деген айып тақты? Сабақтың мақсаты Қазақстан аумағындағы кеңестік еңбекпен түзеу концентрациялық лагерлерін құрудағы кеңес үкіметінің мақсаты мен міндеті. 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы әміршіл, әкімшіл жүйе саясатының зардаптары, кеңестік еңбекпен түзеу концентрациялық лагерлерінің адамдар тағдырына әсері. Оқушылар, сіздер өткен сабақта не білесіздер? Қазақстанды қамтыған саяси репрессиялардың жүргізілу факторлары, репрессияның зардаптары, репрессияға ұшыраған қазақ зиялыларының өмірі мен қызметі. Оқушылар, ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, 1920-1930 жылдардағы саяси репрессияларға байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Қуғын сүргін кезіндегі еңбекпен түзеу лагерлері туралы не білесің? Қай жылдан бастап Қазақстанда еңбекпен түзеу лагерлері пайда болды? Олар қай жерлерде орналасқан? Алжир лагерінің құрбандары кімдер болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қуғын сүргін кезіндегі еңбекпен түзеу лагерлері туралы не білесің? Қазақ тарихының қаралы беттерінің бірі Қазақстан аумағындағы кеңестік еңбекпен түзеу лагерлерінің құрылуы. 1928-1929 жылдары кеңестік лагерлер жүйесі дағдарысқа тіреліп, қайта құрулар жасауды талап етті. Себебі ұсталған тұтқындар мөлшердегіден 2-2,5 есеге асып кетті. 1929 жылы Сталиннің жарлығымен еңбекпен түзеу лагерлерін кеңейту жоспары жасалды. Лагерлер жүйесінің қалыптасуында КСРО Халық комиссарлар кеңесінің 1929 жылғы 11 шілдедегі қылмысы үшін жазаланғандардың еңбегін пайдалану туралы қаулысының орны ерекше болды. Қаулыға сәйкес, бас бостандығынан айырылғандарды ұстайтын 2 құрылым, біріккен мемлекеттік саяси басқарма және республикалық ішкі істер халық комиссариаты пайда болды. 1930 жылы 25 сәуірде лагерлер басқармасы құрылып, УЛАГ. 1 жылға жетер-жетпестен лагерлер бас басқармасы ГУЛАГ болып қайта құрылды. Бұл лагерлердің басты міндеті табиғи байлықтар мен жаңа кен орындарын игеруге, зауыттар мен фабрикалар салуға бас бостандығынан айырылған адамдардың еңбегін пайдалану болды. Лагерлерге ересектермен қатар 12 жастан асқан жасөспірімдер де қамалды. Оларға да ересектер сияқты қатал жаза түрлері берілді. Лагер тәртібін бұзған тұтқындарға қатал жаза қолданылды. Ешқандай сотсыз атып тастау жағдайлары да кездесті. Лагер тұтқындарының ешқандай құқықтары сақталмады. Кішігірім тәртіп бұзғандары да қатал жазаға тартылды. Қай жылдан бастап Қазақстанда еңбекпен түзеу лагерлері пайда болды? Олар қай жерде орналасқан? 1930 жылы мамырда КСРО Халық комиссарлары кеңесі Қазақстанда еңбекпен түзету лагерлерін құру туралы қаулы қабылдады. Жалпы Қазақстанда 11 ірі лагер: Карлаг, Алжир, Песчаный, Степлаг, Ақтөбе, Жезқазған-лаг, Петропавл, Кеңгір, Өскемен, Дальный, Қамыс-лаг тағы басқалары құрылды. 15-ке жуық лагерлік пункттер ұйымдастырылды. Солардың ішіндегі ең үлкені Карлаг болды. 1931 жылы 19 желтоқсанда гигант кеңшары Қарағанды еңбекпен түзету лагері болып қайта құрылды. Қысқаша Карлаг ОГПУ аталған бұл мекеменің Долинское селосында басқармасы орналасып, лагерлер бас басқармасына тікелей бағындырылды. Яғни, мемлекет ішіндегі мемлекет пайда болды. Карлаг істеп тұрған уақытта онда 1 миллион тұтқын тіркелген. Тұтқындар құрамы үнемі өзгеріп отырды. ГУЛАГ жобасы бойынша Карлаг 32 мың тұтқынға арналған, ал шын мәнінде мұнда 75 мың адамға дейін қамалды.
Карлакты құрудағы басты мақсат қарқынды дамып келе жатқан Қарағанды көмір алабын, жезқазған және Балқаш металлургия комбинаттарының құрылысын тегін жұмыс күшімен қамтамасыз ету еді. Азық-түлік белдеулерін қалыптастыру мәселесі де қарастырылды. Карлактың қарамағындағы Дубовка шахтасы жылына 6000 тонна көмір өндірді. Шахтинскі тентек кеніштері Карлак тұтқындары қолымен салынды. 1931 жылғы ақпарат бойынша Карлакта 47 ұлттың өкілдері болған. Шамамен алғанда 1940-1950 жылдар аралығында Карлакта 40 мың тұтқын ауыр жұмыс пен азапты өмірден қайтыс болды. Ұлы отан соғысы жылдары лагерде өлім саны көбейіп кеткені соншалық 1943 жылдың 16 наурызында бірнеше мәйітті бірге қатарласа жерлеуге, табытсыз көмуге рұқсат беретін үкім шығарылған. Карлакта мысалы Александр Чижевский салмақсыздық жағдайындағы қан айналымы жөніндегі еңбектің авторы Нәдірбай Айтақов, Түркімен Республикасы атқару комитетінің төрағасы және басқа да ғалымдар, суретшілер, дәрігерлер, өнер қайраткерлері қамауда отырды. Алжир отанын сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері. Әйелдерге арналған асы ірі лагер саналды. Алғашында бұл жерде 26 нүкте деп аталатын орын болған. Соның негізінде 1937 жылы желтоқсанда отанын сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері пайда болды. Алжир лагерінің құрбандары кімдер болды? 1938 жылы 6 қаңтарда қатты аязда айдаладағы Алжирге әйелдердің алғашқы легі келді. 1937-1953 жылдар аралығында бұл лагерде 20 мыңдай тұтқын әйел болған деген дерек бар. Онда Сәкен Сейфуллиннің әйелі Гүлбахрам, Бейімбет Майлиннің әйелі Күнжамал, Тұрар Рысқұловтың әйелі Күләндам, Сейтқали Меңдешевтің әйелі Рәзия, Темірбек Жүргеновтің әйелі Дәмеш, Санжар Асфендияровтың әйелі Рабиға Сармолдаева және тағы басқа көптеген қазақ азаматтарының әйелдері аяулы аналар жазасын өтеді. Лагерге анасымен бірге түскен сәбилерді 2-3 жасқа жеткен соң аналарынан айырып, балалар үйлерінің тәрбиесіне жіберді. Алжир 1950 жылдың басында таратылып, оның тұтқындары басқа лагерлерге ауыстырылып, мерзімін өтегендер қамаудан босатылды. 2007 жылы Ақмола облысына қарасты Целиноград ауданының орталығы Ақмола ауылында саяси қуғын сүргін және тоталитаризм құрбандарына арналған Алжир мемориалды мұражай кешені ашылды. Аяғындай ажалдың жылжымалы құлағыма келеді шынжыр әні. Алжирде өткен әйел тағдырлары түкпірінен тарихтың шыңғырады. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Келесі конспектті оқыңыздар. Оқушылар, конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Оқиғаларды болған уақытымен сәйкестендіріп, кестені толтырыңыздар.
Окуучулар, эгер сиздер тапсырманы орундап болсоңуздар, бүгүнкү биздин сабак аякталды. Сау болуңуздар.